Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте оңай әрі ерекше болып шығатын осындай сыныптан түрімен бөлісемін. Методты жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, банама тіркеліп кетіңіздер. Мен ең алдымен салмасын дайындап алдым. Осылай фарштың үстіне майдалап туралған пияз, картоп және дәміне қарай тұз, перецтерді қосып араластырдым. Салмасы осылай өте оңай дайын болады. Енді қамырын дайындаймыз. Жылы судың үстіне кішкене дәміне қарай тұз және пісе майды қосып араластырамыз. Және ұнды қосып, қолға жаспайтындай қамыр илеп шығамыз. Дайын болған қамырымызды кішкене 10-15 минутқа бөлме температурасында бетін жауып қалдырып қоямыз. 10-15 минуттан кейін қамырымызды алып, үстелдің үстіне кішкене ұн сеуіп, осылай қамырды бірнеше бөлікке бөліп шығамыз. Қазір әр қамырды бөлек-бөлек жайып шығатын боламыз. Осылай әр қамырымызды видеодағыдай дөңгелектеп жаюға дайындаймыз. Кейіннен қамырларды кезек-кезек біртіндеп жұқа етіп жайып шығамыз. Жұқа етіп жайып болғаннан кейін видеодағыдай бір бөлігін пышақпен осылай кесіп, арасынан салмамызды салып, видеодағыдай орап шығамыз. Яғни гүл формасына келтіреміз. Кейіннен асын осылай бір келке етіп барлығын түйіп шығамыз. Солай барлығын түйіп шығамыз. Егер сіздер қамыры піспей қалады деп ойласаңыздар, осылай түйіп жатқан уақытта жарты бөлігін қамырды кесіп тастасаңыздар болады. Енді самсаларымызды осылай табамызға пергамент қағазға қойып шығамыз да үстіне бір жұмыртқаны араластырып, осылай бетіне жағып шығамыз. Үстіне қалауыңызша күнжіт немесе макты сеуіп, осылай қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Осымен самсамыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді болып шығады, әрі оңай дайындалады. Жасап көріңіздер. Видеомды лайк басып, банама тіркеліп кетіңіздер. Әлде көптеген рецепттер болады. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеом соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.